Армысыздар, құрметті білім алушылар. Бүгін сіздермен кезекті қарастыратын тақырыбымыз ғұндардың тарихы болмақ. Жалпы, ғұндардың тайпалық одағы біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдан басталып, біздің заманымыздағы 5-ші ғасырлар аралығын қамтиды. Негізінен ғұндардың мемлекеті қазіргі таңдағы солтүстік Қытай, Монғолия және Байкал өңіріне дейінгі үлкен аймақты алып жатты. Тіпті ғұндар Қытай деректерінде Сюнну, яғни ғұн мемлекеті деген мағынаны білдіреді. Ғұндардың басшысын Шаню немесе Тәңірқұт деп атайды. Жалпы, ғұндардың тайпалық одағы 24 рудан тұрады. Әрқайсысы 10 000 әскерден шығаруға тиісті болған. Тіпті осы әр рудан шыққан әскерді Шанюдың бекзадалары басқаратын еді. Оларды түмен басы деп атаймыз. Ендеше, әрбір 10 000 әскерді түмен басы басқарады деген сөз. Жалпы түмен басы, 1000 басы, 100 басы, 10 басы сынды түрлі әскер басын тағайындауға құқысы болған. Оқушылар, жалпы ғұндардың мемлекеттік деңгейге жеткендігі туралы Қытай жазба деректерінен ақ байқауымызға болады. Онда былайша сипаттап жазады. Мөде өзінің әкесіне қарсы шығып көтеріліс жасады. Нәтижесінде ғұндардың ішінде аласапыран орын алғанын пайдаланған Дунху елі дереу арада ғұндардың жерін басып алуға кірісті. Сол сәтте олар соғыс ашудың қандай жолдарын, айла амалдарын іздестіру мақсатында Дунху елшісін жіберген болатын. Дунхудың елшісі мөденің алдына барып, біздің патшамыз сіздің сүйікті атыңызды сыйлыққа сұратып жатыр дейді. Сол кезде мөденің жанында отырған басқа ақсүйектер, бекзадалар, тіпті жинасқа қатысып отырғандардың барлығы да айғайлап шулап, осы бір бізге көрсеткен қорлық болдау. Дереу арада Дунхуларға соғыс ашайық деген сәтінде мөде жоқ, керек емес. Керісінше, осы бір елдердің арасындағы байланысымызды күшейту мақсатында мен атымды бергіземін деп беріп жіберді. Нәтижесінде Дунхулардың елшісі екінші мәрте қайтадан мөденің алдына келеді. Әрине, сәл уақыттан кейін. Тіпті бұл кезде мөденің сүйікті әйелін сұратқан. Мөде тағы да сүйікті әйелін Дунхулардың еліне жіберді. Ал арада біраз уақыт салғаннан кейін Дунхудың елшісі үшінші мәрте мөденің алдына келеді. Сол сәтте мөдеден Дунхулар мен ғұндардың арасында бос жатқан жерді сұратқан болатын. Сол сәтте барлық уәзірлер мен бекзадалардың ешқайсысы үндеген жоқ. Өйткені иесі жатқан жер үшін Дунхулармен соғысудың мәнісі жоқ деп ойлағанда болатын. Сол сәтте мөде орнынан атып тұрып, жер ол мемлекеттің негізі. Ендеше жерді мен қалай беремін деп, керісінше әскерін жинап, Дунхуларға қарсы соғыс ашады. Міне осылайша мөде Дунхулардың жеріне шабуыл жасап, тіпті басып алды. Бұл шығыстанушы Лев Гумилевтің айтуы бойынша біздің заманымыздан бұрынғы 209 жыл болатын. Бұлмен мөде тоқталып қалған жоқ. Тіпті ол біздің заманымыздан бұрынғы 203-202 жылдар шамасында Саян, Алтай және жоғарғы Енисей бойындағы біршама тайпаларға шабуыл жасады. Ал біздің заманымыздан бұрынғы 201 жылы Алтай тайпаларын толыққанды бағындырған болатын. Сонымен қатар мөде Шаню кезекті мәрте соғысын Қытай императорына бағыттады. Нақтырақ айтатын болсақ, біздің заманымыздан бұрынғы 188 жылы Қытай императоры Любанға қарсы ашықтан ашық соғыс жариялады. Тіпті Любанды жеңген мөде үнемі дерлік Қытайдан күріш, мақта, әшекей заттар, тағы да басқа қымбат заттарды алым-салық ретінде алып отырған. Ол ма? Тіпті Қытай императоры ғұндарға өзінің тәуелділігін мойындап, үнемі жібек матаны алым-салық ретінде беріп тұрған. Сонымен қатар Қытай ханшасы мөде Шанюге тұрмысқа шыққанда болатын. Әрине, ортадағы қарым-қатынасты жақсарту үшін. Сондай-ақ Қытай жазба деректерінде ғұндардың күш-қуаты былайша сипатталады. Олардың елшісі Шанюдің сенім таңбаларын алып, елдерге барады. Бір мемлекет екінші бір мемлекетке шығарып салып отырған. Үнемі дерлік елшілерді азық-түлікпен қамтамасыз етіп отырды деп жазылған болатын. Мөде Шаню кезінде ғұн тайпалық одақтары үлкен бір державаға айнала түсті. Тіпті мөде Шаню шығыста шығыс ху тайпаларын бағындырды. Ал оның Керулен өзендерінің бойында Юйчжи және Сянби тайпаларына шабуыл жасап, өздеріне тәуелді еткенде болатын. Тіпті мөде Шанюдің кезінде ғұндар 36 ұлысты бағындырғанда деседі.
Өкінішке орай, Мөде Шаню біздің заманымыздан бұрынғы 174 жылы дүниеден өтті. Оның орнына мұрагері Лаушан билікке келген болатын. Лаушан әсіресе ғұндардың әскери өнеріне өте қатты көңіл бөлді. Сол себепті болар Қытай императоры ұлы Қытай қорғанын сала бастаған болатын. Жалпы ұлы Қытай қорғанының ұзындығы 5000 шақырымға дейін жетеді. Оның биіктігі 10 метр, ал әрбір 60-100 метр сайын әскери мұнаралар қойылған еді. Бұл әскери мұнаралардың өзіндік себептері бар. Өйткені ол жерде Қытай әскерлері тұрып, үнемі қорғанысты бақылап тұрды. Алайда Лаушан Шаню қаза тапқаннан кейін ғұн державасында әлсіздік байқалды. Тіпті аласапыран нәтижесінде екі бөлікке бөлініп кетті. Оңтүстік және солтүстік. Оңтүстік бөлігін Хухане басқарды. Өкінішке орай оңтүстік бөлігіндегі ғұндар Қытайға тәуелді болып құрамына кіріп кеткен. Ал солтүстік бөлігін Чжи бастаған. Чжи бастаған солтүстік ғұндар, олар қаңғылармен бірігіп, Таластың шығыс жағына келіп қоныстанды. Ал Таластың шығыс жағындағы аймақтың барлығы қаңғылы мемлекетіне тиесілі болатын. Осылайша, қаңғылар мен ғұндардың солтүстік бөлігі одақ құрған сәтінде Қытайда оларға қарсы әскери одақты іздеп үйсіндермен біріккен. Ал біздің заманымыздағы 1 ғасырдың өзінде ғұндардың біршама бөлігі аралдың маңына барып, Ас, Алан және тағы да басқа тайпалық одақтарды ығыстыра түскен. Ғұндардан қашқан тайпалық одақтар батысқа, яғни Еуропа аймақтарына дейін, Қара теңіз бойына дейін ығысып кеткен болатын. Бұл тарихта халықтың ұлы қоныс аудару кезеңі деп аталады. Жалпы, халықтың ұлы қоныс аударуын ғұндар бастап кетті. Тіпті оның уақыты біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырдан басталып, біздің заманымыздағы 4 ғасырлар аралығына дейін созылған болатын. Ендеше, ғұндардың қоныс аударуы және ғұндардан қашып ығысқан тайпалық бірлестіктер Рим аудандарына дейін жетіп үлгерді. Біздің заманымыздағы 2 ғасырда Каспийдің жоғары жағында батыс ғұн ұлысы құрылды. Дәл осы ұлыстан атақты Атилла шыққан болатын. Атилла ол ғұндардың арасында және кейіннен түркілердің арасында Еділ деген атпен белгілі. Жалпы қазіргі таңдағы Волга өзені дәл осы Атилланың құрметіне Еділ деп аталғанда болатын. Сонымен қатар Атилла біздің заманымыздағы 400 және 453 жылдар аралығында өмір сүрді. Атилла Днестрден Римге дейін және Балтық теңізінен Қара теңізге дейінгі барлық аймақтарды бағындырып алған. Атилла 5 ғасырдың ортасында Румыния мен Венгрия жерінде жүрген ғұндардың басын біріктіріп, Рим аудандарына шабуыл жасады. Тіпті Панония және Мезия алқаптарын басып алған болатын. Одан әрі қарай Франция жеріне өтті. Ал 451 жылы Каталон шайқасы болды. Бұл шайқаста Атилла, Франк және Рим қолбасшыларына қарсы соғыс жүргізген болатын. Өкінішке орай 453 жылы Атилла дүниеден өтті. Атилла туралы итальяндық композитор Жузеппе Верди Атилла операсын жазған болатын. Сонымен қатар ғұндардың күнделікті тұрмыс тіршілігі, олардың шаруашылығы туралы шығармаларда жоқ емес. Солардың бірінде ерте ғасырлық тарихшы болған Марцеллинің өзінде былайша жазба деректер қалдырады. Ертелі кеш ғұндар ат үстінен түспейді, кеңестің өзін ат үстінде өткізеді деген мәтін жолдары кездеседі. Ендеше, әрбір айтылған деректер мен мәліметтерді қысқаша дәптерге жазып алуды, сондай-ақ үнемі дерлік тапсырманы орындауды ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше аман, сау болыңыздар.